Студенттердің мәмс жүйесіндегі мәртебесі қандай? Күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттер жеңілдік санатына кіреді, және олар үшін мәмс жарналарын мемлекет төлейді. Мемлекет есебінен сақтандырылған азаматтар мәмс есебінен барлық медициналық көмек түрлерін алуға құқылы. Ал шетелдік жоғарғы оқу орындарында оқитын студенттер тұрақты сақтандыру мәртебесін алу үшін egov.kz электрондық үкімет порталында студент ретінде тіркелуі қажет. Ол үшін электрондық үкімет egov.kz сайтына өтіп, жүйеге тіркеліңіз. Қызметтер бөлімінен шетелде оқитын студенттерді тіркеу тармағын таңдаңыз. Өтінішті толтырып, оған электрондық цифрлық қолтаңбамен немесе SMS құпия сөзімен қол қойыңыз. Өтінім өңделгеннен кейін жеке кабинетіңізге хабарлама жіберіледі. Тиісті орган деректерді тексергеннен кейін сіздің мәртебеңіз сақтандырылған болып өзгереді. Осы жерде ескеретін жайт, шетелде оқитын студенттер сессия аяқталғанға дейін сақтандырылған мәртебесіне ие. Олар әр сессиядан кейін қайтадан egov.kz электрондық үкімет порталында тіркелуі тиіс.